Бүгін бізде финшуза жасайын деп жатырмыз. Осында драконовый жақсы болады финшузаның. Осында финшузамызды ысқа салып, шұңғырлау, қайнаған су құямыз үстіне. Сосын осыны жақсылап бекітіп қоямыз үстін бірнеше минутқа. Достар, финшузамыз осында неғып болғаннан кейін суынан сүзіп аламыз. Осындай тауық етімізді қуырып аламыз. Қазір құр майда тұр. Тұз саламыз соған. Сосын универсальный дәмдеуіш қосамыз. Сосын жақсылап араластырып, тауықтың етін пісіріп аламыз. Помидорымызды жұқалап турап аламыз. Осы болгарский перімізді жұқа қыламыз да, осылай. Огурцемізді осындай қылып, жұқа қылып турап аламыз. Собағынан жұқалап. Зар финшузамызды аламыз да осылай бөліп аламыз. А то собырайып кететін. Жеп тоймайсың ғой, бұл салатты бар ғой, жеп тоймайсың. Маған ұнайды осы. Лағыман жеп атқандай боласың дейіп. Қытайда қаяқтан ойлап тапқан деймін да. Осындай тауығымыздың еті, огурцы, помидор. Соны салып аламыз. Сосын да финшуза деген неміз бар. Дәмдеуші. Содан саламыз. Одан кейін кішкене универсальный деген приправадан азғантай салып жібереміз, дәмдеушіден. Одан кішкене уксус құямыз. Көп емес, азғантай. Сосын осындай соямыздың құямыз. Бұл деген күшті рең береді. Сосын осындай мен пияз, укропты турап қоям. Финшузамен, немен. Укроппенен петрушканы. Бәрін бір салып аламыз да. Осыны шедевр деген сұйықмайымызды азғантай құйып аламыз. Осындай кішкене қасық. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Kım düşün bir de yok şiş yanında. Tamam oldu ki balığı hareketler. Kop götürme. Bir ben sorsam kesip taslamayı çıkarsın da. Kaç şişemiz bir dinle. Sağ ol nasıl şişliyor? Hayır ya. Pirinçim. Baş. Енді дәмі бәрі. Ay baş